Қайрат Миланда сенсация жасай ала ма? Интер алматылықтарға қарсы қандай құраммен ойнайды? Чемпиондар лигасының матчтарын жоғарғы сапада және жарнамасыз қайдан көруге болады? Бүгінгі шығарылымда осы және басқа да сұрақтардың төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Ассалаумағалейкум. Соңғы видеомызға аянбай қолдау көрсеткендеріңіз үшін мың алғыс айтамыз. Сіздер басқан лайк және жазған пікірлеріңізден кейін қазақ тіліндегі контентті әрмен қарай дамытуға тырысамыз. Кеше ғана Қайрат Селтикті пенальти сериясында жеңіп, Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне шықты деп қуанып жүрген едік, ал бүгін жалпы кезеңнің бел ортасына да келіп жеттік. 3 тур артта қалды. Алда 4-ші турдың ойындары келе жатыр. Алматылық клуб бұл турда Интерге қонаққа барады. Рафаэль Уразбахтиннің бандасы Джузеппе Меатса стадионында қолдаусыз қалмайды. Европада оқитын және жұмыс жасайтын жерлестеріміз және Қазақстаннан баратын журналист әріптестеріміз Милан төрінде Қайратты жалғастыратпауға тырысады. Ал стадионға бара алмайтын жанкүйерлер матчты Кинопоисктан көрсе болады. Бұл жақта ойынды жоғары сапада, ешқандай жарнамасыз көре аласыз және ең бастысы стадионнан көргенде эмоция береді. Кинопоисктан Еврокубоктағы басқа да ойындарды тамашалауға мүмкіндік бар. Айтпақшы, осы тұста билет мәселесіне тағы бір мәрте тоқталуға тура келеді. Матчты Джузеппе Меатса стадионына көргісі келетін Қайрат жанкүйерлері билетті небәрі 7000 теңгеге сатып алады. Ал енді салыстырып көріңіз. Осы уақытқа дейін Милан мен Интердің неше түрлі аңыздары доп тепкен 75 000 адамдық нағыз футбол стадионында Чемпиондар лигасының ойынын болмашы ақшаға көруге болады. Ал Алматыдағы 20 000-дық, оның үстіне жүгіру жолағы бар ескі стадионға кіру үшін қалтаңызда 30 000-нан 250 000-ға дейін ақша болу керек. Мейді, Реал Мадрид келді деп бағаны қымбаттатты, бірақ Пафосқа қарсы ойында да сол бағаны қою жанкүйерлердің тарапынан біраз наразылық тудырды. Стадион лық толып, керемет атмосфера жасаса, 10 адаммен ойнаған Пафосты ұтып қояр ма едік бәлкім, кім біледі. Қайраттың алда Олимпиакос пен Брюггеге қарсы өз алаңында өткізетін матчтар бар. Клуб басшысы Қайрат Боранбаевтың айтуынша, бұл екі ойын ауа райының қолайсыздығына байланысты Астанада өтуі мүмкін. УЕФА бұл ұсынысқа қарсы шықпаған екен. Соңғы шешім Интерге қарсы ойыннан кейін қабылданады. Ал енді Интермен болатын ойынға оралайық. Қалай ойлайсыздар, алматылықтар былтыр Чемпиондар лигасының финалында ойнаған командаға қарсылық көрсетіп, ұпай үшін таласа ала ма? Әрине, қиын болады. Ұпайды қоя тұрайық, Қайрат Интер қақпасына гол соға ала ма? Міне қызық сұрақ. Уразбахтин шәкірттері сырт алаңда Спортинг қақпасына гол соққанымен, Реал қақпасынан саңылау таба алмады. Бас төреші гол соққанымызды қаламады ма? Қайраттың пенальти тебетін мүмкіндігінен айырды. Пафосқа қарсы ойында да гол соғуға жақын болдық, бірақ маусым бойы жоғары деңгейде ойнаған Валерий Громыко мен Жоржиньо қатты шаршаса керек. Қақпаға дәл соққы жасауға шамасы жетпей жүрді. Дастан Сатпаев та Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіндегі дебюттік голын соға алмауда. 17 жастағы футболшы Интерге қарсы ойында көзге түссе, Ансу Фати мен Ламин Ямальдан кейін Чемпиондар лигасында гол соққан ең жас футболшы ретінде тарихқа енеді. Қайраттың негізгі командасы гол соға алмай жатса да, жастары әр ойында көзге түсіп жүр. Қайраттың Ю-19 санатындағы командасы Спортингке 2 гол, ал Реал мен Пафосқа 1-1 голдан соқты. Бірақ 3 матчта да ұтылып қалды. Сол Пафосқа қарсы ойында алматылық клуб Чемпиондар лигасындағы алғашқы ұпайына қол жеткізді. Соның арқасында турнирлік кестеде ең соңғы 36-шы орыннан 34-ші орынға көтерілді. Және негізгі кезеңдегі алғашқы сыйақысына да ие болды. УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіндегі әр жеңіс үшін 2,1 миллион евро, ал тең нәтиже үшін 700 000 евро төлейді. Қайратқа Селтикті ұтып турнирге жолдама алған үшін 18,6 миллион евро төленеді. Қайрат Боранбаев бұл ақшаға Алматыдан тағы бір академия салынатынын айтты. Демек, алдағы уақытта да Сатпаев секілді футболшылар тоқтамай шығып отыратын болады бұл жақтан. Рафаэль Уразбахтин осы уақытқа дейін өткізген 3 матчтағыдай Италияда да қорықпай ойнайды деп сенеміз. Талай футбол аңыздарының ізі жатқан Джузеппе Меатса стадионында ойнау Қайраттың жас футболшылары үшін үлкен тәжірибе болғалы тұр.
Білмейтіндер болса, бұл стадионда Интерден бөлек Миланда үйдегі матчтарын өткізеді. Бірақ олар үшін ол Сан-Сиро аренасы деп аталады. Қайраттың құрамында қандай өзгерістер болды? Алматылық клуб Астанамен болған чемпиондық матч кезінде Жоао Паулоны шығарып салды. 37 жастағы бразилиялық шабуылшы Қайрат сапында 4 маусым өткізді. Биыл жарақат алып, ұзақ уақыт ойнамаса да, Пауло клубтың чемпиондар лигасына шығуына өз үлесін қосты. Былтыр 10 гол соғып, КПЛ маусымының үздік сұрмергені атанды. Оның бұл голдары сары қаралардың чемпион болуына кәдімгідей көмектесті. Егер чемпион болмаса, чемпиондар лигасының іріктеу кезеңінде ойнай алмас еді. Осыншама еңбегінен кейін чемпиондар лигасында бірде-бір матч өткізбей кеткені әрине өкінішті. Алматылықтар үшін қуанышты жаңалық. Негізгі қақпашы Александр Заруцкий қатарға қосылды. Бірақ Темірлан Анарбеков оны мүлдем ұмыттырып жерді. Заруцкий Пафос және Астанаға қарсы ойын кезінде тізімде болғанымен, Рафаэль Уразбахтин Анарбековке сенім артты. 22 жастағы қақпашы кипрлік клубқа қарсы ойында жанкүйерлерді өз өнерімен тағы да тәнті етті. 100% голдарды алып шықты. Бақ беттерінде Заруцкийдің маусым соңында клубтан кететін туралы ақпараттар тарады. 32 жастағы голкипердің келісім шарты аяқталып қалған көрінеді. Қайрат Темірланды негізгі қақпашы етіп, Александрмен қош айтысуға дайын. Уразбахтин мырза жолы болып тұрған қақпашы мен жеңіске жетіп жүрген құрамын ауыстыра қоймас Интерге қарсы ойында да. Енді италиялық клубқа тоқталайық. Оларды таныстырудың да қажеті жоқ. Былтыр А сериясына Наполиден бір ұпайға артта қалып, чемпион бола алмады. Чемпиондар лигасында Барселонаны жарыс жолынан шығарып, финалға жеткенімен ол жерде ПСЖ-дан оңбай ұтылды. Осындай сәтсіздіктен кейін Симоне Инзаги қызметінен кетіп, орнына аты жоқ, заты жоқ Кристиан Кивуда келіп қойды. Маусымды сәтсіз бастап еді, лезде жеңісті жолға қайта оралды. А сериясында алғашқы үштікте тұр. Чемпиондар лигасындағы нәтижесі тіптен керемет. 3 матчта 9 ұпай жинап, бұл жақта да 3-ші орынға табан тіреген. Ұпайдан шашау шығармаған 5 команданың қатарында екен Кивудың командасы. 9 гол соғып қақпасына мүлдем гол жібермеді. Бірақ осыған дейінгі 3 турда да мықты қарсыласпен жолыққан жоқ. Аякс, Славия Прага және Юнион Сен-Жилуа ең қиын қарсыластары алда екен. Соңғы 4 турда Атлетико, Ливерпуль, Арсенал және Боруссиямен кездеседі. Сондықтан Қайратқа қарсы ойында ешқандай тосынсыйсыз өздеріне тиісті 3 ұпайды алуға тырысады. Алматылықтар соңғы ойынын 26 қазанда өткізіп, содан бері Интерге дайындалуда. Ал Нерадзури 2 қазан күні Веронаға қонаққа барады. Ал Қайратқа қарсы ойыннан кейін Лационы қабылдайды. Оларға чемпионатта да ұпай жоғалтуға болмайды. Әйтпесе, көш басындағы Наполидің өздерінен тым қатты ұзартып алады. Сарқараларда жарақат алған ойыншылар жоқтың қасы, ал италиялықтарда кішігірім мәселелер бар. Матео Дармиан жарақатына байланысты 4 матчқа қатыспады. Генрих Мхитарянды да жарақаты мазалап жүрген көрінеді. Ал соңғы 6 ойынды өткізіп алған Маркус Тюрам қатарға қосылды деген ақпарат бар. Француз шабуылшысы Қайратпен болатын матчқа қатысады деп күтілуде. Интер айқын фаворит болғандықтан Кристиан Киву бұл ойынға негізгі ойыншыларын түгел шығармауы мүмкін. Қосалқы құрамдағы ойыншыларын тексеріп алуға таптырмас мүмкіндік болып тұр. Құрметті көрермендер, осы матчта қандай есеп тіркеледі деп ойлайсыздар? Менің болжамым Интер жеңіске жетеді. Есеп 3-1 болады. Мартинович гол соғады деп ойлаймын. Ал сіздер өз болжамдарыңызды жаза кетіңіздер. Ойын нәтижесін дәл тапқан адамға сыйлығымыз бар. Біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға да көз сала жүріңіздер. Осы аптада бізді Интер Қайрат ойынынан бөлек басқа да қызықты матчтар күтіп тұр. ПСЖ өз алаңында Баварияны қабылдаса, Реал соңғы кездері жеңілістен көз ашпай жүрген Ливерпульге қонаққа барады. Арсенал Славия Прагамен, Челси Карабахпен, Барселона Брюггемен, Атлетико Юнионмен, Манчестер Сити Боруссиямен кездеседі. Айтпақшы, Европа қысқы уақытқа ауысты. Енді Чемпиондар лигасы мен Еврокубоктағы басқа да матчтар 1 сағатқа кеш басталады. Алғашқы сеанстар 22:45-те, ал түнгі сеанстар түнгі 1-ге ауысты.